Жазды күні терезенің алдына тұрғызып қоятын. Ата-анадан жалғызбын, бірақ әкемнің екінші әйелінен туған бауырларым бар. Десе де бір анадан тумаған соң бәрібір басқаша болады екен. Әкем мен шешем ертеректе ажырасып кеткен. Мен анаммен нағашыларымның ауылына кеттім. Бірақ көп ұзамай мамам ауырып, қайтыс болды да, мені әкем өз қолына алды. Бұл уақытта ол кісі үйленіп бір балалы болып қойған. Өгей шешем аса жақтырмаса да, әкемнің шешіміне қарсы келмей, мені үйіне сыйғызды. Аналық махаббатқа бөлемесе де, түртпегін көрген жоқпын. Сол үшін өгей шешеме ренжімеймін, рахмет айтамын. 9 сыныпты бітірген соң колледжге оқуға түстім. Бастауыш сынып мұғалімі болғым келді. Арманым көп еді. Бірақ тағдырым мен күтпеген жаққа қарай өзгеріп кетті. Бірге пәтер жалдап тұратын қыздардың бірімен айрылмастай дос болдық. Менің анамнан ерте айрылғанымды жақсы білетін. Екеуміз әңгімелестік. Сырласқанда мамамның рухына Құран бағыштап үйренгім келеді деп айтып отыратынмын. Бір күні ол, саған дінді үйрететін бір әйелмен таныстырайын ба? Тегін үйретеді, деді. Қуанып кеттім. Сөйтіп, өзінің алыс туысы болып келетін бір әйелмен жолықтырды. Сол әпке 6 айдан соң менің абысыным болып шықты. Мені жақын тартып, туған күніне сыйлық сыйлап, анамды аңсап, сағынып жүргенде ерекше мейір танытты. Дінге деген қызығушылығымды оятты. Сөйтіп жүріп, мені қайнысымен таныстырды. Жақсы жігіт, ішпейді, шекпейді, деп мақтауын асырды. Не керек, мен 18 жасқа толған күні әлгі жігіттің әйелі болдым. Мені алып қашып кетті. Үйленгенімізге небәрі бір ай өткенде күйеуім саған үйленгеніме өкінем деп қол көтеретінді шығарды. Ішіп алады дейін десем, сап-сау 5 уақыт намазын оқиды. Бірақ мені көрсе, жын көргендей ызаланып, жүрген тұрғаныма тиісе беретін. 1-2 мәрте кетемін деп киім-кешегімді жинағанымда, жаңағы абысыным басу айтып тоқтатты. Әлі-ақ үй болып кетесіңдер, басында бәрімізде осылай болған. Үйренісіп кету үшін уақыт керек, деп жұбатты. 3 айдан кейін аяғымның ауырлағанын білдім. Сол кезде әлгі абысыным, міне көрдің бе, енді қайным сені алақанына салып аялайды, деп сендірді. Өзімде баласы болса басылар деген үмітпен бәріне шыдадым. Бірақ қателескен екенмін. Ол бұрынғысына қоспаса азайтқан жоқ. Түн жарымда үйге келеді. Күте-күте шаршап төсекке енді жатқан кезім ғой. Мені күтпей неғып жатсың? Үйге кіріп келгенде неге ыстық шайың мен тамағың дайын тұрмайды? Деп ұрып соғып, сен бүгін жазаланасың, деп аязды күні бөлменің терезесін ашып, бұрышқа тұрғызып қоятын. Миыңа таза ауа барсын, сол кезде ақылың кіреді, деп кекетіп, мазақтап қасымда қарап тұратын. Сөйтіп жүріп, көкірегім суықтап, баламды омыраудан ерте шығардым. Менің өмірімді ешкімнің басына салмасын, балалы болғасын кету де қиын екен. Енді мені өгей шешем баламен барсам сыйғызбайды ғой деп ойлап, таяғына да бәріне көндім. Екіншісіне аяғым ауырлады. Кішкентай балам бар, аяғым ауыр, күндіз түні токсикоз болып, өліп-тіріліп жүргенде күйеуімнің тепкісі жаныма қатты батып, ол жоқта ешкімге айтпай, киім-кешегімді жинап кетіп қалдым. Қалаға келгендегі жалғыз сүйенішім студентте кездегі әлгі құрбым ғой, соның үйін паналадым. 2 күннен соң ол мені аналар үйіне апарып орналастырды. Екіншімді сол жерде босандым. Күйеуіммен ажырасып, құрбымның үйіне келгенде ол жайлы біраз шындықтың беті ашылды. Күйеуім бұрын үйленген екен, заңды түрде ажыраспай жатып мені алған. Кеткен әйелінде бір баласы бар болып шықты. Әлгі әйел абысынымен сөзге келіп қалған ау шамасы. Қайныма әлі 18 жасар қыз әперем, деп уәде еткен екен абысыным. Сонда мен оның ойыншығы болғаным ғой. Естігенде қатты қапаландым. Мен қалаға кетіп қалған соң
күйеуім бірінші әйелімен баласын қайтарып әкеліпті. Алайда неге екені белгісіз 3 айдан соң мені іздеп келіп, қадіріңді кеш білдім, кешір. Ол әйелмен енді жараспайды екенмін. Үйге жүр, балаларды бірге өсірейік, ұрмаймын, соқпаймын деп жалынды. Мен оның сөзіне сеніп қайтадан ауылға бардым. Бірақ оның өзгердім дегені бекер екен. Баламның 1 жасқа дейін төленетін жәрдемақысы мен жергілікті пұлымды үй ремонттаймыз деп алып қойды да, баяғы әуеніне қайта басты. Бұрынғы сөздеріне енді қашқынсың, қай байыңа кеттің дегені қосылды. Сол риза болсын деп қай уақытта келсе де шайымды қайнатып, тамағымды ысытып отырушы едім. Тіпті жаурап келдіңіз ғой деп аяғын ыстық суға салып, тырнағын алып беретінмін. Мұны абысыным үйретті. Әйел үшін күйеуінің разылығы бірінші орында болу керек. Мыналарды істе деп үйрететін. Кезекті бір төбелесте мені әлгі абысыным күйеуіме қосылып ұрды. Сөйтіп мен кішкентай бөпеммен әрең қашып шықтым. Баламды маған бермей қойды. Қолымнан ештеңе келмеді. Басым салбырап, аналар үйіне келіп жайғастым. Бірақ 7 айға дейін баламнан хабар ала алмай, звондасам күйеуім сөйлестірмей, әбден әуреледі. Заңгерлерге рахмет, құжаттарымды туралап, мені күйеуіммен заңды түрде ажырастырып, баланы қайтарып алу туралы сотқа арыз тастады. Сөйтіп соттың шешімі шығып, баламды өз қолыма алдым. Енді бұл жерден кетуіме аз қалды. Бұйыртса осындағы 1-2 қызбен пәтер жалдап, бөлек шығамыз. Екеуін бақшаға беріп, жұмысқа орналасам деп жоспарлап отырмын. Жас болсам да, өмірлік тәжірибемнен түйгенім, ерте күйеуге шығуға асықпау керек. Бетіңе күле қарап, жылы сөйлегеннің бәрі саған жанашыр емес. Дінді жамылып, менің тағдырымды тас-талқан еткен адамдарды Құдайға салдым. Бірақ енді әр қадамымды аңдап басатын боламын. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, әңгімемді соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, міндетті түрде пікір жазып, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер.